түнде айнаға қарасақ не болады? Дінімізде түнде айнаға қараудан сақтандыратын хадис немесе қандай да бір сахабаның сөзі жоқ, яғни дінде зияны жоқ. Әйтсе де Ат-Тибн Набауи атты кітапта мынандай мәліметтер келтірілген. Онда кітаптың авторы Ибн Қайюм 9 ғасырда өмір сүрген Ибн Масауих атты медицина ғылымының білгірі және фармацевт христиан ғалымының сөзін келтірген болатын. Абу Закария Ибн Масауих кітапта былай деген: кімде-кім түнде айнаға қарап, оның салдарынан бет жүйкесінің салдығына душар болатын болса, онда кінәні өзінен көрсін деген. Қазақ дәстүрінде де түнде айнаға қарау жаман ырым болып саналады. Оның бірнеше негізгі наным-сенімдері бар. Соның ішінде ең біріншісі ол жын шайтандарды шақыру немесе жын шайтандармен байланысты деп сенген. Яғни түнде айнаға қарау арқылы жын шайтандар келеді деп сенген. Бізде айнаны екі әлемді қосушы зат деп білетін болған. Және де түнде айнаға қарау арқылы адамдар жаман рухтарды шақыру мүмкін деген наным сеніммен байланысты. Одан кейін ауру мен сәтсіздік, яғни адам түнде айнаға қарау арқылы өзінің болашағында сәтсіздіктерге немесе ауруларға ұшырауы мүмкін делінген. Сондықтан қазақ халқында ересектерге де балаларға да түнде айнаға қарауды жөн санамаған екен.